Сәлем достар, қалайсыздар? Достар, біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Біздің каналды қолдап кетіңіздер, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Достар, бізде бүгін жаңа видео. Достар, менде мынандай жағдай болып тұр. Сіздер білесіздер, алдын мен Айлинге игнор жасағанымызды білесіздер, сол игнор бойынша Айша мен Айлин маған игнор жасап жатыр ау деймін. Өйткені вообще ешнәрсе тыңдап жатқан жоқ. Менің бар екенімді, жоқ екенімді білініп тұрған жоқ оларға ше. Мен не айтам, тамаққа да шақырып жатырмын, ананы істе деп те ұрсып жатырмын, мынаны істе деп те ұрсып та жатырмын, жайды айтып жатырмын, алдап та, сулап та, бірақ дым реакция жоқ қой достар. Қазір көрсетемін сіздерге не болып жатқанын. Вообще реакция беріп жатқан жоқ, екеуі жатыр. Қазір көресіздер достар. Бізбен бірге болыңыздар, соңына дейін қолдап кетіңіздер. Достар, мына қараңыздар, мына бәрін шашып жатыр. Мына екі қыз вообще дым тыңдамайды да. Мына қараңыздар, жатсын. Мына осы жатысы, осы лақтырып. Қыздар. Қараңыздар достар, вообще сөйлемейді. Қыздар, тамақ жемейсіңдер ма? Мен уже жинап тастадым. Айшан жатсын, қараңыздар. Мен уже жинап тастадым. Дастарханды жемейсіңдер ма? Мына қағаздарды жинаңдар қоқытпай. Айша, Айлин. Мен сендерге жинаңдар деп жатырмын. Қараңыздар достар, азаннан үйсіп жатыр бұларшы. Мен не айтсам да тыңдамайды, наоборот керісінше істеп кетіп отыр. Кашуне жинай, кашуне мама, мен жинайым деп қойды. Өстіп істеп жатқаннан кейін ғой, мен қайтадан видео қосып жатқанымша игнор жасап жатыр екен бұлар маған. Вообще сөйлемейді. Достар, қалай сөйлетеміз бұларды? Өткенде Айлин де өстіп жүрген еді, мен құсапшы. Чапан екен ғой. Қыздар, өшір телефонды. Бұларды өшір. Мына қараңыздар, мына қағаздарды. Сендер мен естіп тұрсыңдар ма? Жинаңдар мына қағаздарды. Айлин. Не болып жатыр? Өтірік телефон. Айлин ойын ойнап жатыр. Мынау, білмеймін, тиктокта, ютубта бір нәрсе көріп жатыр. Жинаңдар деймін сендерге. Қыздар, сендер мен естіп отырсыңдар ма? Айша. Бұларды қалай сөйлетсем болады, достар? Қалай тыңдатсам болады? Қазір мен бұларға бір тәтті ма? Мен жаңа магазинге барып келдім ғой. Дубайский шоколад алып келдім ғой. Қалтамда еще, қыздар. Біреу емес, екеуін алдым ғой. 2 шоколад алдым ғой. Әшейінде тәтті десе екеуі жандары қалмай жүгіріп кететін еді. Қара достар, мында 2 альпенгольд алып келдім да. Жемейсіңдер ма? Альпенгольд. Қара еще мынандай несі бар, мынандай сыйлығы бар. Скриншотпен QR-мен кірсең ойын ойнайсың. Айша, білесің ба? Сен жақсы көретін едің ғой соның ойынына қыста. Аяз аталарының ойыны күшті. Еще сен жақсы көретін Орео біреу, Айша. Кәусар? Кәусар деп ма? Айлин? Жемейсің ба? Деп қой, жайлап. Айлин тәттіге жақын ғой. Қоя тұр, қазынаға сөйлетіп алайын, сосын жеміз. Айлин уже жайлап деп бастап жатыр, достар. Сәл қалды қазір енді. 1-2 рет ұрсам сөйлеп кететін шығар. Жемейсіңдер ма, қыздар? Ойланыңдар. Достар, өзім ашып, өзім жем, қазір көрсетем. Бұлардың көзін қыздырайын. Мүмкін емес, бұлар тәттіге бір реакция беру керек. Бұлар Айлин жайлап деп бастады ғой. Тұрыңдар қан, жинаңдар. Жинаңдар дедім сендерге. Тыңдамайды. Естімейді да айтып атқан нәрселерді. Мен ашып алдым. Орео. Айша. Күшті. Мен қазір жем бұны. Қазір жем жоқ, көресің, істеп қой бірсі.
Айлин, қараса Орео. Күшті ғой. Сендер Ореоны жақсы көретін едіңдер ғой. Қарасыңдаршы, достар, күшті. Айша. Айша. Точно жемейсің ба? Қараңдар, достар. Не істейміз бұларды? Тыңдамайды вообще. Мен тамаққа шақырайын. Айша, Айлин. Налар мен шоколадын жеп жатыр ғой, жаңа қарамай жатыр еді. Қыздар. Кашенай, сен маған сөйлейсің ғой, я? Кашенай сөйлейді, мына екеуі ғой сөйлемей тұрған. Әкел мен шоколадында. Әкел шоколадында. Шоколадында әкел деймін. Қараңдар, достар. Мен айтқан тыңдамайды, мен шоколадын жеп жатыр. Әкел, Исатайға не жоқ десе, бұл да өзінше қарамай жүр маған. Әкеліңдер шоколадында. Тамақ жемейсіңдер ма? Бұлар тыңдамайды, достар. Бұларды мен тыңдатудың бір жолын айтам. Бір жолын білем айтам деппін ғой. Қыздар, сендерге бір нәрсе айтайын ба? Күшті нәрсе. Қыздар. Қыздар. Айша, тыңдамай кетіп қалған нес. Көне түсесің ба? Түсесің ба? Мен балам тастап та кетіп қалды. Қыздар, мен сендерге күшті жаңалықпен келдім ғой. Мыналар ше. Айтпай қойын ба жаңалықты онда? Айлин сынып қалған ба не? Айлин. Сынып қалған ба, Айша? Қыздар, тамақ жемейсіңдер ма? Адам сөйлемейді. Жинаңдар, давайте жинаңдар, төсек салып жатамыз. Айлин не істеп жатсың? Қарабам істейтін. Теппе. Қыздар. Мына достар, мені ұрып жатыр. Немен ойыншықты маған лақтырып жатыр еще. Тыңдамайсыңдар ма? Тыңдамай ма, ана екі әпшең? Қашан сен де тыңдамай кеттің ба мені? Қараңыздар, достар, білгендерін істеп жатыр. Бұлар не істесем болады? Қалай тыңдатсам болады? Ожын, достар, мен бұлардың күшті қазір жүгіріп кететін бір нәрселерін білем да. Қазір мен соны айтам бұларға. Соңғы рет сұрайын, Айша, Айлин, мен тыңдамайсыңдар ма? Қыздар, тыңдамайсыңдар ғой, қолыңмен тербет, аяғымен тербет тұрған қара мұнаның. Бұларша білгендерін істеп жатыр. Ше реакция бермейді. Мен бар екенімді, жоқ екенімді білмейді. Қыздар, тыңдамасаңдар, тыңдамаңдар. Менде күшті жаңалық бар. Пиндодадан берген доставкамыз келіп тұрғы заказдарымыз. Күшті нәрселер заказ бергенбіз. Достар, мен бұларды сөйлетіп алдым ғой. Жаңа Пиндодадан доставка бергенбіз, заказ бергенбіз. Соның доставкасы келіпті. Мыналар еще маған жағымпазданып жатыр. Жаңа мен сөйлемей жатқан, неғып сөйлеп отырсыңдар? Болды, мен сендерге сөйлемеймін енді. Мен сендерге игнор жасаймын енді. Маған жазсаңдар, мен сендерді танымаймын. Ал достар, біз бағанан бері мамамызға сөйлемедік, пранк жасадық, игнор жасадық, азанға дейін сөйлеген жоқпыз. Достар, екеуі сөйледі, игнорлары бітті. Енді бізде Пиндодадан заказдарымыз келді. Оны келесі видеодан көретін боласыздар. Арнайы распаковка жасап көрсететін боламыз. Біздің видеомызға қолдап кетіңіздер. Лайк басып комментарий жазыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.